Қайырлы күн достар, бүгін біз наурыз көже дайындайтын боламыз. Ең алдымен қазы және де сүрленген ет салып алдым. Алдын ала 7 түрлі тағамымызды осылай суға салып қоямыз. Тек сөкке тиіспейміз, сөк тұра берсін, дайын осылай. Соңында жуып салып жіберетін боламыз. Ең алдымен мен қамырымды дайындап алдым. Бір жұмыртқа және аздаған жарты стакан су құйып, тұз салдым және ұнымды салып, әдемілеп қатты қамыр илеп қойдым. Және қамырды 10 минут сайын бір қайтарып қоямыз. Әрі қарай көбігімізді әдемілеп алып алатын боламыз. Және де міндетті түрде машты, фасольді бөлек ыдысқа, жай отқа қайнатып алатын боламыз. Олар әдемілеп қайнау керек. Бүкіл қызылы, жасылы шығып, ішіндегі түстері кететін болады. Мейізді 2 рет жуып аламыз және әрі қарай ловиямызды қайнаған етіміздің бетіне салып аламыз. Көбігі шыққан жағдайда осылай алып тастайтын боламыз. Әрі қарай фасолімізді жуып алып, етіміздің бетіне саламыз. Қызыл фасоліміздің көбігі шыққан жағдайда алып тастайтын боламыз. Қайнап тұрған машты тазартылған суға салып, еттің үстіне саламыз. Жиырма минуттан кейін ақ жүгерімізді етіміздің үстіне саламыз. Етіміздің пісуіне 30 минут қалған кезде 3 картошка салып жібердім. Піскеннен кейін етімізді, қазымызды, картошкамызды бөлек ыдысқа салып аламыз. Және дайындап қойған 2 кесе күрішімді әрі қарай сорпаның бетіне салдым. Және де лапшамызды салып алдым. Біздің наурыз көжеміз дайын болып қалды. Әрі қарай шамалы қайнағаннан кейін сөгімізді жуамыз және мейізді салатын боламыз. Сүтімізді қайнатып қоямыз, картошкамызды, етімізді турап қоямыз және әрі қарай сөгімізді саламыз. Және турап қойған етімізді, картошкамызды салатын боламыз және де мейізімізді салатын боламыз. Міне осындай әдемі наурыз көжеміз дайын болып қалды. Бетіне қайнап тұрған сүтімізді құятын боламыз. Наурыз көжеміз қайнағаннан кейін өшіріп, тағамымызды ұсына берсек болады. Мінекей біздің наурыз көжеміз дайын болды. Маған тіркеліп кетіңіздер және де лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Түсінбегендеріңізді комментарийде күтемін. Сау болыңыздар.